Баршаңызға каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бүгін өте дәмді болып шығатын уыздың жасалу жолын көрсететін боламын. Міндетті түрде мен айтқан рецептпен жасап көріңіздер. YouTube каналымда тағы да қолжетімді видео рецепттерім өте көп. Келесі уыз көженің жасалу жолын көрсететін боламын. Іртік болмай әдемі болып шығады. Бізге керегі жаңа туылған сиырдың алғашқы сүті керек болады. Осылай пропорцияны сақтасаңыздар әдемі болып шығады. Бірінші күннің алғашқы сүті, соны үшінші күннің сүтімен қосатын боламыз. Осылай бәрін біріктіреміз, жақсылап араластырамыз. Егер бірінші күннің екінші күннің уызын жасайтын болсаңыздар, сіздердің уыздарыңыз қатты болып қалуы мүмкін. Сосын бірінші мен үшінші күннің уызын жасаңыздар, сүттерін қосып, сол кезінде жұмсақ әдемі болып шығатын болады. Енді осындай ыдысымызға бір пиала қантымызды қосамыз. Енді өздеріңіз қалауыңызша қантты қосаңыздар болады, тәттілігіне қарай. Енді уызды сүтімізді құйып, жақсылап араластырамыз қанты ерігенше. Енді осында дәу үлкен ыдысымызға суымызды құйып қайнатамыз да, осының үстіне уызымызды қатыратын боламыз. Осында үлкен легенімізді аламыз, үстіне бағана уызды сүтімізді құямыз. Бағанағы қайнап тұрған судың үстіне қойып, бетін жабамыз. Сосын 25 минут, 30 минут аралығында уызымыз қатып шығатын болады. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Мінекей 20-25 минут өтті, міне уызымыз уже қатып шықты. Енді бұны дастарханымызға кесіп ұсынатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай әдемі болып кесіліп тұр. Алдағы уақытта менің жаңа видео рецепттерімді көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.